қолмен осылай бөлшектерге аздап бөліп алатын боламыз. Дайын болды. Келесі осылай табамызға аздап май құйып, соған сарғайтып қуырып алатын боламыз. Бірнеше бөлікке салып қуырдым. Барлығы бірден симайтын болғандықтан табаға. Осылай мінекей тез дайын болады. Осылай сарғайтып қуырып алатын боламыз. Орташа отта қуыратын боламыз. Осылай сарғайғаннан кейін екінші жағына аударып қуырып алыңыздар. Құрметті көрермендерім, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Каналымда әртүрлі видео рецепттермен алдыда тағы да бөлісетін боламын, және де басқа түрлі видео рецепттерді таба аласыздар. Мінекей дайын болды. Осылай барлығын алып, енді соусымызды дайындайтын боламыз. Бізге 3 ас қасықтай соевый соус және 1 ас қасық томат және аздаған 100 мг су қажет болады. Және дәміне қарай аздап ашты бұрыштан қостым. Және 1 шай қасық паприка және де 1 шай қасық балдан қосып жібердім. Енді осы соусымызды жақсылап, ішіндегі балы, томатты барлығы біркелкі ергенге дейін араластырып алатын боламыз. Мінекей соусымыз енді дайын болды. Келесі сарымсағымызды, 2-3 дана чесногымызды осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Туралған чесногымызды жаңағы табамызға салып, аздап сарғайғанға дейін қуырып, үстіне еноки саңырауқұлақтарымызды салатын боламыз. Мінекей саңырауқұлақтарымызды үстіне салып, жаңағы дайындап қойған соусымызды үстіне құйып, 1-2-3 минуттай аз баяу отта дайындайтын боламыз. Мінекей біздің енокиіміз дайын болып қалды. Енді ыдысымызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасап көріп, дәмін көруге тұрарлық деп ойлаймын. Ойдағыдай көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерде қалай шыққан туралы.